армысыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Иә, бұрын бұл тақырып жабық, саналып, тіпті айтылуға да болмайтын еді. Алайда құрбылар арасында да талқыланбайтын еді. Бірақ төсек ләззаты тақырыбының меніңше ешбір өрескелдігі жоқ. Көптеген жұбайлардың арасында осындай проблема жоқ емес. Ер адамдардың үй сыртындағы жүріс жүріп, шаңырақтардың шайқалу себебі де содан болып жатады емес пе? Бірде Астанада тұратын толғанай құрбымның маған төсек ләззаты дегеннің не екенін екінші балам туғаннан кейін бірақ білдім. Оған дейін қараңғыланып жүре беріппін ғой, дым түсінбей дегені бар. Кейін сол құрбыма қоңырау соққанда қалжыңдап, иә, не бітіріп жатсыңдар? Шалыңның от құшағында балқып-шалқып жатырсың ба дегенімде, жоға, екеуміз ұрысып қалғанбыз, екі жаққа қарап жатамыз деп шорт кесті. Жалпы жұбайлардың арасындағы ынтызарлықты рахат сезімі адамдардың арасындағы ұрыс-керісті жауып шайып тастауы заңдылық. Бірақ біз бұл жағдайда мән бере бермейміз. Менің ойымша жұбайлардың арасында ыстық сезім, ерлі-зайыптық міндеттер мың бір түндегідей шытырман оқиғалы болуы керек. Менің күйеуім маған дейін бірнеше рет үйленген. Үйленгені бір бөлек, былайғы уақытта жүріс-тұрысы қыдырғаны, талай қыз қырғынның басына сойған адам. Ең алғашқы екеуміз шай көрпенің астында бас қосқанда ол өзін сенімсіз сезінгенін білдім. Себебі ол проститутке шалдыққан екен. Менімен күнде жақындасуға тырысқанымен сырқаты сыр беріп, шаруаға енді қыза берген кезде тоқтап қалатын. Онысына өзі ұялып жүреді. Содан мен әдейілеп кітапханаға барып, пайдалы кеңестер айдарын қарастырып, простатитті емдеп еркектің қуатын арттыратын табиғи ем іздеп таптым. Бір қызығы, ол емді өзі қолданбай, менің жасағанымды ұнататын. Базардан сатып алған емдік өсімдіктің дәнін мен оған өз қолыммен шағып беріп жүрдім. Сөйте ол бәйгенің атындай жарап сала берді. Жалпы әйел адам еркекті өзі қызықтыра білу керек. Киім киісімен, қылықтарымен, жүріс-тұрысымен, әтір сеппей, шашыңызды сәндемей, өңі тозаңқы халатыңыздың үстіңізден тастамай жүрсеңіз, әрине, сізден күйеуіңіз жалығып кетеді. Бәрі де әйелдің өз қолында. Мәселен, жатарда душқа арналған раушан иісті сусаммен шайынып, әрдайым интимдік гельдерді қолданып жүрсеңіз, мұндай ұсақ-түйектің де ерлі-зайыптының түнгі тірлігіне тигізер әсері мол. Мен күйеуімді таңғы сағат 7-ге де аймалап оятып аламын. Ол өтірік ұйықтағансып жатқанымен менің сүйгенімді, иіскегенімді ұнатып жататынын білем. Содан соң оның мені тістегенін жақсы көрем. Және сұрап алам. Өстіп ол өзінің қызыққа қалай батып кеткенін білмей қалады. Жұмысқа қимай кетеміз-ау. Түскі асқа асығып келеміз үйге. Ол кезде біздің махаббат төсекте емес, креслода өрбуі де мүмкін. Жалпы махаббат қызық болу үшін оқиға орны мен сценарий өзгертіп тұруы керек деп ойлаймын. Жұмыстан келе сала бізде тағы махаббат. Түнде жатарда тағы, сериал көріп, ұйқыға батарда тағы. Біз бір күнде 5-6, тіпті 15 рет болғанбыз. Біз бір-бірімізге тоймайтынымыз, күйеуім менің түн сайын жаңа бірдеңе ойлап табатынымды біледі. Соған ынтығады да тұрады. Екеуміз ваннаға да бірге түсеміз, бір-бірімізді шомылдырамыз. Машинада отырсақ та, мен оны құшақтап, аяқтарынан сипалап, әйтеуір тыныш отыра алмаймын. Бірде ауылға бардық. Ол туысымыздың үйінде маған қарап отырып, жүрші шығып келейік деді. Сені аңсап тұрғаным деп қолдады. Қымсынып, көші ұят емес пе десем, оның көңілі қайта ренжіп қалуы мүмкін ғой. Жүр кеттік дедім. Ауыл сыртындағы орманның ішіндегі ашық алаңға барып, шөптің үстіне құлай кеттім. Оған әлемдегі ең ыстық сөздерді төге жөнелдім. Жалпы бізде төсекте үнсіз жату деген болмайды. Машинаның алдыңғы артқы орындықтары да біздің тәжірибе алаңы болып үлгерген. Енді бірде оған терезеге шығып жасап көрсек қайтеді дедім. Шын айтқанда әлі бұрынғы әдістеріміздің өзіне тоймай, терезе жете алмай келеміз. Ол оқта-текте жаным әйнектің алдына қашан барамыз деп қоямын.
асықпаш, әлі осының өзіне тойып алғаным жоқ дейді. Алдағы уақытта моншаға барып ағын судың астында тұншығып тұрып көргім келіп жүр. Бұл ұсынысым күйеуіме де ұнап қалды. Екеуміз тіпті төсек тірлігін түрлендіру мақсатымен интимдік дүкендерге барып түрлі заттарды алатын болдық. Ал енді қазақтың дәстүрлері деп дағдылы ана бір әдісін қолдана берсең, ол саған қайбір үздіге қойсын. Күйеуімнің мені жақсы көріп ынтығатыны сонша, кейде бір мәрте міндетін аяқтап болса да екіншісіне үзілгісіге дейін дайын тұрады. Онысына өзі таң қалады. Бұрынғы қыдырымпаздығы далада қалған. Ол енді жігіттер неменеге өз әйелдері тұрғанда басқа біреуді іздейді деп кейбір сері жігіттерді сөгіп отыратын болды. Ол менсіз ешқайда аттап басқысы келмейді. Оған менімен өткізген әрбір минут қымбат. Бұрын ешкімнен мұндай рахат алып көрмеппін. Менікі бос қыдырыс бопты ғой деп өкінеді ол өткеніне. Махаббаттың қызығына батып жатқан сәттерде мен оған, мұндай махаббатты, мұндай қызықты басқалар да бастан кешіп жатыр ма екен осы сәтте деп қалам. Ол жоқ жаным, қайдағы деп жауап береді. Жоқ болса жоқ шығар. Бірақ күйеуімнің барлық жағдайда көңілін табуға, төсекте де оны ләззатқа батыруға барынша тырысып, қолымнан келген жасауға тырысатынмын. Әрине күйеуім өзге әйелдерге кетпеу үшін де, отбасымды сақтап қалу үшін де деп те ойлаймын. Бірақ әрине бұл жағдайда күйеуімнің де қарсы болмайтынына сенімді болып жасайтыным анық. Отбасым үшін екеуміздің төсегімізді ыстығым келеді. Алдағы уақыттарда бұның одан әрі мені ынтығып қалап тұрғанын қалаймын. Тек ыстық, тек жақсы тәтті сөздермен емес, төсекпен де ыстық құшағымен де құшақтағанын қалаймын. Әр уақытта оның интимді жерлерін сипалап, аймалап жүруді ұнататынмын. Кейбір жағдайда уақытты көңілдету үшін таңға дейін бірге қосылып болғанды жақсы көретін. Сол кезде де мен оның бетін қайтармай, әрдайым бірге болуға тырысатынмын. Мен оның алдында әлсіз еместігімді көрсетіп, және де қанша жағдай болса да, қандай жағдай болса да, оны әркез тек қалап тұратынымды ғана білгенін қалаймын. Мен оны түрлі позалармен, түрлі интимді әдістермен өзіме баурап отырмын. Бұл қаншалықты қай уақытқа дейін созылатыны белгісіз, бірақ қазіргі таңдағы өміріме өзім дән ризамын. Алдағы уақытта да оны тек мені қалап тұратынын, құмарлық ынтығып тұратынына сенімді болу үшін түрлі нәрселерді үйренуім керек деп ойлаймын. Арадағы ыстық сезімді, үлкен махаббатты осылай тұншықтырып алмауға тырысып жүрмін. Бұл мен үшін өмірдегі ең үлкен сәтті кездесу, сәтті жағдай деп санаймын. Бұдан да біздің отбасымыз бұдан да берік ажыраспауымыздың бір кепілі.